Сіздерме құрметті көрермендер, бүгін біз сіздермен осындай корзинаны кішкене басқаша түрлендіріп тоқитын боламыз. Өткен видеоларда қарасаңыздар, мына корзинаны үстінен тесіп, мына шетінен де тесіп тоққан болатынбыз. Ал одан алдыңғы видеоларда тек қана үстінен тесіп тоқыдық. Және ол жерде тоқудың кішкене тура осындай, бірақ мына трубочкаларды, мына стойкаларды кішкене басқаша кіргізіп, тоққан кезде де кішкене басқаша тоқыдық. Ал енді бүгінгі видеомызда біз тура осындай корзина үстінен осындай тура үстінен не қыламыз, тесіп шығамыз. Паяльникпен тесіп шықтым. Арасы осындай бір үлкен бас бармақ көлемінде паяльникпен тесіп шықтым. Одан кейін бұл жерде ерекшелігі, мына стойкаларды өткен видеоларда былай ұзынына кіргізген болса, ал бұл видеода екі тесікке стойканы кигізіп тоқитын боламыз. Сосын өткен видеоларда біз осы стойкаларды ұзынынан кіргіздік, бірінші қабырғасын тоқып алдық, сосын шетін аяқтадық, одан кейін барып үстін тоқыдық. Ал бұл рет біз бірінші осылай кигізіп алғаннан кейін бірінші үстін тоқып аламыз. Үстін тоқып аламыз да ары қарай қабырғасын тоқитын боламыз. Ал кеттік. Қазір мен стойкаларды соңына дейін кигізіп шығамын. Стойканы кигізген кезде стойкаларды мына екі тесікке кигізіп аламыз. Ұшын ұстаймыз бірдей қылып, сөйтіп ары қарай тартамыз. Келесінде солай. Екеуін бірдей қылып теңестіріп аламыз да ары қарай кигіземіз. Сол өткен видеоларда стойканы өлшеуді көрсеткен болатынмын. Мына үстіңгі былай ұзынына келеді да, қабырғадан төменге қарай. Енді мынау корзинамыз кішкентай болғандықтан бір қарысқа жетпейді, шамалы жарты қарыстай төменге қарай қалу керек. Ал егер ұзын үлкенірек корзиналар болса, кәдімгідей бір қарыс қалу керек. Сосын үстіңгі жағы осы корзинаны домалаттырып, где-то корзинаның осы жартысындай болса жетеді. Солай өлшеп көрсеткен болатынбыз. Енді бұл жерде енді соны двойной жасаймыз да. Двойной жасап, еще мына жерді де ескереміз. Мына жерде бір 2 сантиметрдей мына жерге кетеді. Соны қосып, стойкаларымызды қиып аламыз да, осылай екі-екіден кигізіп шығамыз. Енді біздің бұл тоқымамызда біз сол өткен видеоларда да айттым. Стойкаларымыз тақсам болу керек, жып емес. Сондықтан мына жерде міндетті түрде бір трубочка қалып қалады. Оған біз сол осылардың жартысындай бір трубочканы жеке өзін кигіземіз. Мына ұзындығын, осылардың ұзындығындай қылып қиып аламыз да. Мына төменгі жағынан артығын қиып тастап, мына келесі стойканың арасына кіргізіп жіберсек те болады, немесе түйсек те болады. Мына мен келесі стойканы кішкене босатып жібердім да, соның арасына осылай кигізіп жібердім, мына жалғыз стойканы. Енді ары қарай тоқуы тура сол өткен видеодағыларда тоқып шығамыз. Қазір мен тура сол видеодағыдай тоқып шығамыз. Трубочкаларды, стойкаларды келесі стойкалардың артына кигізіп шығамыз бірінші. Осылай қазір кигізіп шығамын бәрін. Бәрін кіргізіп шықтық. Енді тоқимыз. Өткен видеоны көрген болсаңыздар, оның бәрі бар. Міне тағы да көрсетейін. Бірінші любой кез келген стойканы аламыз да, келесі стойканы үстінен өткізіп барып, астынан шығарып, орнына ауыстырамыз. Ары қарай тағы да келесі стойканың үстінен шығарып, астынан шығарамыз. Одан кейін қайтадан келесі стойканың үстінен астынан шығарамыз. Қайтадан келесі стойканың үстінен астына шығарамыз. Тоқу барысында трубочкаларды тартып отырсаңыздар, мына стойкаларды, сол кезде әдемі болып шығады. Қайтадан келесі стойканың үстінен астына шығарамыз. Қайтадан үстінен астына шығарамыз. Осылайша тоқып кете береміз. Қазір мен где-то 3-4 қатар тоқып шығамын осылай. Тоқманы бастаған жерге келгенімізде қадағалап отырыңыздар.
бір жер бос болып тұрады, сол бос жерді жіберіп алмаңыздар. Так, мына ең соңғы немізге келдік. Так, былай. И мына мына жерде обычно ең бірінші бастаған жеріміз осылай бос болып тұрады. Соны предпоследний жаңағы осыдан алдыңғы стойкамызды осы жерге кіргізіп шығаруымыз керек. Соны әрқашан қадағалап осы жерді пропускать етіп жібермеңіздер. Мына сол кезде толық болып шығады. Тоқымамыз толық болып шығады сол кезде. Так, ең басында кішкене жаңағыдай бостау, нелеу жаңағыдай свободно болып қалуы мүмкін. Соны тартыңғырап жіберсеңіздер, бәрі қалпына келеді. Сонымен кеттік ары қарай осылай тоқып шығамыз. Где-то 3-4-5 қатардай осылай тоқып шығамыз. Так, астынан үстіне, үстінен астына, үстінен астына, үстінен астына өшіп тоқи береміз. Мына тоқымамызды, мына үстіңгі жағын уже тоқып біттік. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 қатар тоқпыз, мына астына дейін түгел, астын жабатындай қылып 8 қатар тоқып шықпыз. Енді стойкалардың бәрін осылай қазір тоқу басында осылай тіктеп ары қарай жаңағыдай сұрты түспен тоқып шығатын боламыз. Негізі мынандай осындай узорға барынша кішкене жіңішкерек ратанг болған дұрыс. Мына менің ратангым, домалақ круг деп аталады. Бұл 4 см. 4 см-ден көрі 3 немесе 2 болған дұрыс. Әйтпесе мыналар кішкене қаттырақ, тоқымасы да кішкене грубовато көрінеді, бірақ соның өзінде де әдемі шығады. Сосын мына жерде айырмашылығын қарасаңыздар, мынау ақ ыдысқа тоқылған, мынау қара ыдысқа тоқылған. Қара ыдысқа тоқылған соң ол әрине мынадай іш жағынан қара-қара болып осындай болып көрініп тұрады. Мен бүгін просто осындай қараға тоққанда қалай көрінеді екен деп осындай қара ыдысқа тоқып жатырмын. Енді ары қарай қазір мен сұр түсті ратангпен қабырғаларын тоқитын боламыз қазір. Мына енді қабырғасын тоқып бастаймыз. Целый рулонды алып аласыз да қасыңызға қойып, бір ұшын шығарып алып, осылай қабырғамызды тоқу барысында тікейтіп отырып тоқи береміз. Бір жақсы жері бұның өлшеп қажет жоқ. Сол рулонның бір шетінен асты үсті деп тоқып кете бересіздер. Тоқу бірнеше қатар тоққаннан кейін мына стойкалар өзі жайлап неғылады, қалпына келеді. Солайша мына мен асты үсті қылып қазір тоқып шығамын. Мына осылай бірнеше қатар тоқып шықтық. Тоқу барысында мына трубочкаларды, стойкаларды түзелеп отырсаңыздар болады. Негізі менің нанем ратангым 4 см-лік ратанг кішкене жаңағыдай басқаруға, управлениеге дейін ма, кішкене қиындау, қаттырақ. Сол үшін жаңағыдай 2 см немесе 3 см-лік стойкалар болған дұрыс. Олар кішкене жіңішкерек, жұмсағырақ болады. Сондықтан енді бар осындай бар ратангымызбен осылай тоқып жатырмыз енді барынша. Осылай мен қазір ең соңына дейін тоқып шығамын. Асты үсті. Осылай тоқи берем қазір. Мына тоқымамызды уже аяқтадық. Қазір мен санасам, бастаған жерімізден біз 14 қатар тоқпыз. Енді мына келесіде тоқсам, мен уже былай қарай сыртқа шығып кетеді, сондықтан уже 14-пен аяқтаймын. Қазір мына жерді тоқсам, егер 15-ші қатар болып кетеді, сондықтан осы жерден қиям да. Осы жерден ішкі жаққа киге саламыз. Қиғашына кигізсек те болады. Так, енді қараңыздар. Біздің стойкаларымыз былай қазір қисық болып тұр. Если қаласаңыздар, стойкаларды былай түзу қылмақшы болсаңыздар, бәрін осылай өзгеріп шықсаңыздар да болады. Ал бірақ маған почему-то осындай қисық түрінде де маған ұнап тұр. Сондықтан мен осылай қалдырамын стойкаларында. Бұл да бір өзінше бір озор сияқты болып шықты. Үстіңгі жағын кішкене ішке кіргізіп жіберуіміз керек. Осылай ішке кіргізіп шығамыз. Енді ары қарай уже тоқымамызды аяқтаймыз. Стойкаларды келесі стойканың артына кіргізіп шығамыз.
осылай кіргізіп шығамыз да. Осылай кіргізіп шығамыз да, ең соңғысын мына жерде кішкене шығарып жібереміз де мына жерге кигіземіз. Так, мына бірінші қатар бітті. Енді келесі қатарда кез келген стойкадан бастаймыз. Мына стойканы аламыз да, келесі стойканың астыңғы жағынан ары қарай шығарамыз. Осылай узор, бұрым сияқты узор болып шығады. Келесі стойканы өзінен кейінгі стойканың астынан ары қарай шығарамыз. Осылайша барлық стойкаларды шығарып шығамыз. Так, мына біреуді соңғы жағына кеп қалдық. Енді соңғы жағын мына жерден бәрін ішіне кіргізіп шықтық, былай сыртқа шығарып шықтық. Тартатын жерлерімізді тартамыз. Кішкене тартып, әдемілеп, мына кейбір стойкалар менің қысқа болып қалған. Тартып тартып осылай әдемілеп тартып шығамыз, узорларын дұрыстап. Енді ары қарай настойкаларды осы ненің іш жағына кіргізіп шығамыз. Осылай аламыз да, мына ненің ішіне кіргізіп шығамыз. Сыртқа шығып кетпейтіндей болу керек, корзинаның тоқыманың сыртынан шығып кетпесін. Осы мына төменгі жаққа кіргізіп шығамыз. Мына барлық стойкалардың бәрін, артық стойкалардың бәрін осылай астына кіргізіп шықтық. Және қайшы пайдаланып жіберсеңіздер де болады. Так, мына қысқа болып қалған стойкалар. Так, қысқа болып қалған стойкаларды келесі стойканы соның үстіне шығарып жіберсек болады. Мына асты солай шықты. Узорымыз, мына шеткі узорымыз мына осылай шықты. Ал корзинамыз мына осылай шықты. Мен мына узорды, мына стойкаларды осындай қисық күйінде осылай қалдырдым. Негізі, егер қаласаңыздар, түзу болған қаласаңыздар, стойкаларды тартып түзелеп жіберге болатын еді. Ал мен олай қаламағандықтан осы күйінде қалдырдым. Мына корзинамыз дайын. Гүлдеріңізді отырғызып, немесе сыйлыққа беріп, немесе сатсаңыздар да болады. Айтпақшы, мына ішіне кіргізген кезде осылай кейбір жерлер осылай сыртқа шығып кетуі мүмкін. Соларды сыртқа шықпайтындағы қайшымен кішкене алып ішке кіргізіп жіберіңіздер. Сыртқа шықса некрасиво, әдемі болмай қалады. Осындайларды бақылап, қадағалап, жөндеп жіберсеңіздер болады. Так, келесі видеода подписка жасап қойыңыздар, орындық тоқып үйренетін боламыз. Сау саламат болыңыздар.